Міне Үржардың жана больницасы. Вообще адамға дұрыс қарамайды. Приемныйда мен баламен ауырып кеп тұрсам, басынан қан тоқтамай, маған тіркелесіз дейді. Мен айттым, врачқа көрінбей, мен қалай тіркелем? Бірінші врач көріп алсын, мен өзім жаным тыныштап, балам аман тұрған біліп алып, бірақ тіркелем дедім. Өздерін жұмысын бітіріп алса болды. Еще кеп мені 4-ші этажда хирургия тұрғызып қойып, ешкім қараған жоқ. Неше минут, жарты сағат болып тұрғанма. Жарты сағатта адамның өліп кетуі де мүмкін ғой, қан тоқтамай. Өзі балам кішкентай әлсіз. Барып айтсам, медсестраға айттым, врачыңыз қайда, дежурный жоқ қой десем, бүгін воскресенье демалыс дейді. Сонда қаладағылар воскресенье жұмыс істейді екен да, басқа жақтағылар. А бұлар демалады екен. Қайда қарап отыр сонда? Больница неге тексермейді? Қанша әйел адамның өлімі болып жатыр? Қанша жағдай болып жатыр? Неге қозғалмайды? Ештеңке істемейді, соны түсінбеймін мен. Акимат қайда қарап отыр? Адамның басына түспегесін ешкім түсінбейді екен. Мен балам кішкентай әлі, еше маған тіркеліңіз дейді. Айналайын, бірінші бала адамға қарайды, сосын бірақ аман қалса тіркеледі, конечно. Маған соны осыны жіберуге жан жаққа көмектесіңіздер. Жоғары жақтары естісін. Құлақтары гараң, көздері соқыр, құлақтары бітеу, гараң болмаса.